Биыл Жошы ұлысының іргесі қаланғанына 800 жыл. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қазақ мемлекетінің тамыры тым тереңде жатқанын әйгілейтін осы айтулы датаға орай кең ауқымды зерттеулер қолға алынатынын айтқан еді. Ханның өзі елдің елдігін сақтауы мен оның тұтас мемлекет болып қалыптасуына қандай еңбек сіңірді? Ол жайлы деректер неге көмес кім? Архивте қанша сыр жатыр? Тілшімізден білейік. Дешті Қыпшақ даласының билеушісі атанған Жошы хан бұл күнде қазақ хандарының атасы саналады. Алайда оның өмірі, өлімі туралы нақты дерек жоқ, тек болжам. Мемлекеттіліктің тарихын, қазіргі мемлекеттіліктің, қазақ хандығының тарихын мемлекеттілік тұрғысынан біз Жошымен байланыстырамыз. Өйткені біздің билеуші әулет, қазақ хандығының билеуші әулеті, сол Жошы кіндігінен. Тарихта Шыңғыс ханды әлемді билеген қатыгез патша, өзіне бағынбаған елдің күл талқанын шығарған деп білеміз. Бірақ Жошы бұл тұста бейбіт өмірді, жаулап алынған елдің ертеңін ойлаушы болған деседі. Тарихшылар оның ел билеудегі саясаты мен біліктілігі әлі күнге дейін өзіндік тарихи бағасын ала алмай келеді дейді. Біз Жошы ханның әскери, саяси қызметін айту керекпіз. Әрине, өкінішке орай Жошы хан туралы, оның тарихи рөлі туралы көп айтылмайды. Себебі біріншіден, әрине оның әкесі Шыңғыс хан атақты қолбасшы, империя құрушы адам болғаннан кейін, тарихи тұлға болғаннан кейін, оның балалары, әсіресе Жошы хан, сол әкесінің көлеңкесінде қалды. Сондықтан оның рөлі нақты өзінің жаңағы бағасын алмады. Ұлытаудың етегінде орналасқан Жошы хан кесенесінің де беймәлім тұсы көп. Ұлытауда Жошы, Алаша хан, сосын Домбауыл кесенелері бір жерге орналасқан, бір үшбұрышқа орналасқан. Сол үшбұрышында біздің тарихымызға кәдімгідей тұғыр болатындай өзі бір қасиеті бар. Әлке хан Марғұлан кезінде зерттеді, 50-60 жылдар бүкіл осы орталық Қазақстан. Сол Жошы хан сүйегіне ұқсас сүйек шықты, енді бір қол, адам қол. Бірақ енді оның нақты Жошы хан екен, басқа екен зерттеулер, ондай антропологиялық зерттеулер болған жоқ. Қайтадан құру. Бұл сүйектер сол Мәскеуге зерттеуге жіберілген жерінен жоғалып кетті, әлі күнге дейін біздің қолымызда жоқ. Ұлық ұлыстың тарихы ел үшін аса маңызды. Сол үшін бұл күнде Жошы ұлысын зерттеу ғылыми институты зерттеу жұмыстарымен айналысып келеді. Ол Моғолстан, Хайду, сосын Шағатай, осы тарихта болған тұлғалардың зерттеу жұмыстары жүргізіп жатыр. Қазір осы таңда бізде тарихшыларымыз осы мынау көрші біздің мемлекеттеріміздің араб тіліндегі жазылған, парсы тіліндегі, қытай, моңғол тіліндегі жазылған ақпараттарды аудару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Тағдыры құпияға толы Жошы ханды атақты Шыңғыс ханның тұңғышы деп қана емес, саясаткер, мемлекет негізін қалаушы тұлға ретінде тану аса маңызды. Оның құрған ұлысы қазақ хандығының негізі екенін айғақтау қажет. Зарина Кап, Абдулхамид Бөлікбаев, 24 KZ.